Бүгін біздер пергамент қағазынан қоқыс жәшігін қаптайтын боламыз. Пергамент қағазды алып, мынандай етіп бүктеп шығамыз. Шамамен ені бірдей болатындай етіп, үшке бөліп кесеміз. Бөлікке бөлінген пергаментті екі қолмен мынандай етіп мыжғылдаймыз. Міне осындай ұзын жіптер шығуы керек. Үш бөліктің басын алып, резинкамен қыстырамыз да, кәдімгідей шаш өргендей етіп, бұрым өреміз. Осы жұмыстағы ең қиыны осы өру. Сәл шыдам керек болады. Соңында осындай Рапунцельдің бұрымы шығады. Рапунцельдің бұрымын ыстық клеймен шелектің астынан бастап айналдырып жапсырып шығамыз. Бұл 10 литрлік алюминиевый шелек, су тасуға қолданатынбыз. Жазда цементный растворға бүлдіріп алдық та, енді жуып тазалап, қоқыс шелегіне айналдыруды жөн көрдім. Бірақ жай қоймай, осылай сыртын безендіріп қояйын дедім. Нәтижесі мынандай болды. 8 метрлік рулон пергаменттен осындай шықты. Үстің жағына жетпей қалды, бірақ үстің жағына мен гүлдің букетінен қалған мынандай қаптаманы қолдануды жөн көрдім. Қаптаманы өлшеп, размерімен қиып, айналасына ыстық клеймен жапсырып шықтым. Ішіне бәрібірде мусорный пакет кигізілетін болғандықтан, пергаменттен соның үстіңгі бөлігіне жапсырмайын деп ойладым. Бұлай да әдемі болатын сияқты. Соңғы штрих джутовый жіптен осылай әдемі етіп сыртын байлап қояйын дедім. Еңбегіміздің нәтижесінде алюминиевый шелек осындай әдемі дүниеге айналды.